Атақты әулие Әбділқадыр Жайлани бір күні шәкірттерімен сұхбат құрып отырады. Ол шәкірттеріне: сендерге екі дүниеде де пайдалы, бастарыңа бақыт, жүректеріңе қуаныш сыйлайтын бір қайырлы іс туралы айтайын ба деді. Барлығы да: я ұстаз, айтыңыз, ол не екен деп ынтыға сұрасты. Сонда Жайлани: бір күні сахар мезгілінде Құдайды өте көп еске алып, оған мақтау мадақ айттым. Алла тағала жүрегіме бір сәуле түсірді. Ғайыптан пайғамбарға да өте көп салауат шәріп айт деген әуез келді. Содан бері Мұхаммед пайғамбарға салауат айтуды үзбей келемін. Өйткені ақ нәбиге айтылған сәлем бір сәтте бөгілместен оған жетеді. Салауатты ықыласпен көп айтқан адам ең үлкен рухани мәртебе иеленеді. Мақсат мұратына қол жеткізеді. Құдай тағала оның қолын құр қайтармай, қалау тілегін орындайды. Кімдегін бір сұхбатта отырып салауат оқып, оның мәнін түсіндірсе, Алла тағала сол мәжілісте отырғандардың барлығының күнәсін кешіреді. Егер салауат оқып отырғанда ақтық демі үзілсе, төрт жағынан төрт рахмет періштесі қоршап алады. Оның бірі пендені шайтанның өлім сәтінде азғыруынан сақтайды. Екіншісі оның көкірегіне кәлиманы салып, иманмен кетуіне жол ашады. Үшіншісі шөл қысып таңдай кепкен оған кәусар суын тамызып, мейірін қандырады. Төртіншісі оған алтын табаққа толы жұмақ жемістерін ұсынады. Жәннаттағы орнын көрсетіп, қуантып, сүйінші сұрайды. Ол адам қабіріне де шат, бақытты күйде кіреді. Қабірінен 40 рақым қақпасы ашылып, алтын әбзелді 40 пырақ шығады. Қиямет күнінде ол сират көпірінен көзді ашып жұмғанша өте шығады. Мұхаммед пайғамбардың үмбетіне әзірлеген сарайларға жайғасады деді.